Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге пахлава пирогының дайындалу жолын көрсететін боламын. Ал бастайық. Алдымен құрғақ ингредиенттерді дайындап аламыз. Ситадан ұнды өткіземіз, үстіне шымшым, тұз, қопсытқыш саламыз және де тоңазытқыштан сары майды алып, теркадан өткіземіз. Ендігі кезекте осылай видеода көрсетілгендей қолымызбен араластырып жібереміз. Және де үстіне қаймақ және де жұмыртқаның сарысын салып қамыр жасаймыз. Осы қамырымызды енді тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Бұл пирогтың салмасына бізге осындай жаңғақтар керек болады. Осындай әдемі бүтін жаңғақтарды бетіне әдемілеуге алып қаламыз. Қалған жаңғақты осылай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Дайын болған жаңғағымыздың үстіне қантты саламыз. Және де жұмыртқаның ағын, үшеуін жақсылап араластырып қоя тұрамыз. Ендігі кезекте тоңазытқыштан қамырымызды алып, үшке бөлеміз. Бір бөлігін үлкендеу және де қалған екі бөлігін бірдей қылып бөліп дайындап аламыз. Енді формаға кірісеміз. Форманың диаметрі 26 сантиметр. Қамырымыздың ең үлкен бөлігін жайып, форманың астына жайғастыратын боламыз. Осылай жақсылап жайғастырып аламыз. Бізде қамырымыз формадан осылай шығып тұрса, ештеңе етпейді. Ол қазір бізге керек болады. Енді келесіде осы дәл видеодағыдай жасаймыз. Екінші бөлігін осылай жайып аламыз. Және де салмасына салатын жаңғағымыздың жартысын саламыз бірінші астына. Жан-жағына жеткізіп, осылай лопатканың көмегімен дұрыстап аламыз. Және де үстен екінші қамырымызды жайғастырамыз. Енді осының үстіне қалған жаңғағымызды салып, бетін үшінші қамырмен жабатын боламыз. Шеттерін осылай жақсылап жабыстырып шығамыз бір-біріне. Және де пышақтың көмегімен осылай әдемілеп ромбиктар сызамыз. Қатты тесіп жібермейміз, жай ғана сызықтар шықса болды. Енді пирогымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып жібереміз. Жұмыртқаның сарысына шамалы сүт қосып жіберу керек. Сол кезде оңай жағылатын болады. Барлық жеріне жеткіземіз. Енді бағанағы алып қалған жаңғақтарымызбен әдемілейміз. Осы пирогымызды
180 градусқа 30-35 минутқа духовкаға салып пісіріп аламыз. Піскен пирогымыздың беті жылтырап әдемі болып тұру үшін үстіне бал жағамыз. Балды алдын ала ыстық буға ерітіп алсаңыздар, жақсы жағылады. Осымен пахлава пирогымыз дайын. Толықтай суытамыз. Суығаннан кейін барып кесіп дәмін көре берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде сұрақтарыңыз болса, мен комментарийге міндетті түрде жауап беремін. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.